Нұреке, соңғы кездері YouTube каналға шықпай кеттің ғой деген сөздерді көп естіп кеттім енді. Шынында да YouTube каналға шықпай қалдым. Каналға тіркеліңіздер, тіркеп видео түсірмей кетті демеңіздер. Бір желание болмай қалып жатыр ма, бір контент болмай қалып жатыр енді. Сондықтан бүгін бір влог түсіргім келіп тұр, яғни қазір кешкі уақытта малдарды дронмен түгендеп, сосын кешкісін бір жем тартып тастаймын. Соны бір сіздерге видео салып көрейін. Қолдап жатсаңыздар, осындай влог түсір десеңіздер, ары жалғастыруға болады ғой. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, өздеріңіз, мал жандарыңыз аман ба? Комментарий қалдырып кетіңіздер. Бүгін үші қар жауды, айтпақшы, сол бір үші күні қар түсті. Батыс Қазақстанда, Жаңақала ауданында қар жауды. Сіздер жақта қар бастады ма, қалай болып жатыр ауа райы, қысқа дайынсыздар ма деген сияқты комментарий жазып кетіңіздер. Қазір мен күрең сиырларды дронмен түгендейтін боламын. Бізбен бірге болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, қазақша контентті қолдаңыздар. Енді барымша тырысамын енді видео түсіруге, бірақ енді шабыт келмей жатады, ренжімеңіздер. Жақсы видеолар болса әрине шығуға тырысады. Жалғастырамыз. Влогты жалғастырамыз, бірінші ретінде влог түсіруім енді. Күрендер үйдің қасында жайып жүр әзірге. Бұл дейтін сауындылар, бойдақтар дейтін далада. Соны дрон іздейтін болам. Бұл кешкі сағат сауға кіретін сиырлар ғой, өздері желіп баратыр уже. Желіндері бос енді. Сондықтан бір мезгіл сауып көріп жатырық. Тартылған жем беріп жатырық әзірге. Сосын көбісі көктемде туғандар енді. Негізінде декабрьге таман сиырлар туатын еді қыста. Сол қыста туған кезде екі мезгіл сауылады. Қазір көбісі көктемде туғандар ғой. Сондықтан желіндері бос әзірге. Дронын істеп тұр әзірге. Бұлмен жайлап мал айдаймыз. Анда сонда көп болды, шықпай қал. Қазір ұшырамыз. Күн балшық нива жауатын уақыт болмай жатыр. Бұл ниваға да өкпе жоқ енді. Алдымен бірінші қоранғасын қарап кетейік. Кеше күн соқында бойдақтың жартысы келген еді. Соларды қарап шолып шығайық. Қорамызды дайындап жатырық. Бak әзірге бос тұтсадық, жағынан тұрғызу керек. Bir бас, 2, 3, 4 бас жатыр. Бес, 6 бас. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 бас. Қалған малдар далада бойдақтармен жақтан жолдың ар жағында жүрсек. Осы қарай жатыр керек. Сіздерге көрінсе. Осы жерге барып қарайтын болам. Так, 30 бас болды мына жерде. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60. Мына жерде ауылдың бөтен малдар бар. 61. Біздікі. Бұлар бөтен. Ауылдың малдар. 61. 62, 63.
малды түгендеп болдық енді. Үйдің қасын жүрген малдар дейді. Дронмен қарап шығып жатырмын. Қазір жем тартам. Дровелк істеп тұр. Дровелктің бір минусын айтамыз. Былай жақсы істеп тұр енді. Мынау жем, осыны тарту керек. Қара бидай, ақ бидай араласқан. Сүт жақсы береді осыны бидай бергесін. Кебекті де беріп жүрдік қой. Кебекті жаз мезгілінде беруге болады. Қыс мезгілінде сол бидай берген жақсы. Енді гидропоника, оған дейтін дайын құрылғыға қаражат керек. Оған дейтін болашақта көре жатармыз енді. Бұрын қолмен шығарған кезде жақсы сүт берді ғой. Бірақ қасымда құда болды, сол көмектесті. Жалғыз өзім. Оны істейтін кісі керек. Бір адам байлақ қоймаса қиын болады. Сондықтан жем тарту процесіне кетіп қалдық. Болашақта гидропоника алып жатсақ көрерміз енді. Неге дровелкаға келсек, дровелка жұмыс жақсы жасап тұр. Тек минус мынау. Қазір мына жерден тиісіп қойдық. Қазір атқылайды, тиіс тоқып қалады. Дайын құрылғыда бұл жерде тағы да былай турбо болады екен. Мушикке бірден түсіретін. Соны біз алмау едік. Өзіміз жасай саламыз ғой деп. Соны алу керек еді. Осы жем тартаған берсе. Кеш батып баратыр енді. Жем тартамыз қазір. Бұрқыратып. Жемді тартып болдық. Проблема осы жерде осы дейтін негізінде мушекке бірден түсетін еді. Бұл тез 4 мушекті тастып тастадым. 2 күнге жетеді бәк. Осылай жағдай. Бұрқырайды тек сол жер ғой. Так, дровелка айырып тұр. Тек уақытында майлап ремені қатайту ғой. Ал, құрметті ағайын, влогты осымен аяқтайын. Мал түгіндедік, жем тартып болдым, ертеңге дайын. Таңертең Алла қаласа сиыр сауым. Менде күнде сиыр сауғасын, бір жұмыс болғасын, не түсірерін білмейсің де контент. Сондықтан көптен бері видео шықпай қалған себебі сол ғой. Андай-мындай қызықты жерлерге барып жүрсек, онда түсіріп қалу мүмкіндік болып жатады енді кейбірде. Енді видео қызықты болса, осындай влог, шай ғана осындай влог, типі влог болып ұнап жатса, комментарий жазып кетіңіздер. Жақсы, жаман деген сияқты. Любой комментарий қабылдай береміз біздер. Рахмет көп-көп. Егер де осы соңына дейін қарап қолдап жатсаңыз, лайк міндетті түрде. Аманшылықта жолыққанша ағайын. Сау болыңыздар.